Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін қымыз бен шұбат және йогурт пен ірімшік дайындау өндірісі тақырыбын өтетін боламыз. Ең бірінші біз биотехнология терминіне анықтама бере кетейік. Биотехнология дегеніміз не? Ол организмдердің қатысуымен жүретін биологиялық процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісті пайдалану. Биотехнология терминін алғаш рет 1919 жылы венгр ғалымы Эреки енгізген болатын, ал Қазақстандағы алғаш рет өсімдіктердің биотехнологиясының негізін қалаған ол Ізбасар Рахымбаевтың басшылығымен өсімдіктердің 2400-ден астам түрлері шығарылды. Осындай жұмыстардың нәтижесінде сиреп бара жатқан, жойылып бара жатқан өсімдіктерді сақтап қалуға мүмкіндік туды. Ал қазіргі кездегі биотехнологияның басты міндеті, мақсаты ол өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың жаңа тұқымдарын, микроорганизмдердің штамдарын шығару болып табылады. Ата әжелеріміз ежелден микроорганизмдерді қымыз бен шұбат, айран ашытуға, құрт және ірімшік жасауға, нан пісіруге, тер илеуге пайдаланған болатын. Ал қазіргі биотехнологияның негізгі бағыттары бар. Олар микробиологиялық өндіріс, жасушалық инженерия және гендік инженерия болып табылады. Енді қазір біз қымыз ашыту технологиясына тоқталатын боламыз. Енді бұл туралы негізінде мен айтпасам да сіздер білесіздер, қымыз туралы. Сонда да артық болмас, білгендеріңіз айта кетейін. Қымыз ол жылқы сүтінен жасалынатын ұлттық қышқыл өнім болып табылады. Қазақтар жүздеген жылдардың көлемде қымызды ерекше ыдыста, яғни торсықпен сабады дайындаған. Қымыздың яғни бабы мен пісіруі ол сапыруына байланысты болады. Жиі піскен қымыздардың дәмі кіре береді, яғни жиі пісу керек. Ал пісуі жетпеген қымыз ол ірімшіктенеді, буы жаңағы суы бөлек алынып қалады, тұнбасы бір бөлек болады да, олардың сапалары бұзылып кетеді. Көбірек пісілсе, тіпті күшті деген қымыздың өзі жұмсарып, ішуге сүйкімді бола береді. Қымыз ол халқымыздың бірнеше ғасырлар бойы үздіксіз пайдаланылып келе жатқан ұлттық тағамы. Ашу барысында қымыз ол микроорганизмдер түзген антибиотикалық заттарға байланысты қымыз белсенді антимикробтық қасиетке ие болады. Бұл организмнің жұқпалы қарсы тұруын арттырады. Сүт қышқылды бактериялары организмге жағымды әсер ететін ішек микрофлорасын түзеді және организмді улайтын шіру процесін төмендетеді. Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және де басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстыра отырып, өкпенің туберкулезіне, сүйек ауруларына, бүйрек ауруларына және де ішек қарын, жүрек қан тамырлары ауруларын емдеген кезде, дәрумендер жетіспеген кезде қолданып жүр. Келесі ол шұбат өндірісі. Шұбат ол да жаңағы қымыз сияқты, қышқыл өнім, ол түйеден алынады. Бұлар осы түйені сауғаннан кейін оның жаңағы сүтін сүзіп алады да, оны салқындатып қояды және де оны еменнен жасалған бөшкеге, яғни ыдысқа құйып қояды. Ашытқы қосқаннан кейін жарты сағаттай оны араластырады да, оны 10-12 сағатқа дейін қалдырып қояды, ашу үшін яғни. Шұбат та бұл қымыз сияқты жанға дала сусын болып келеді. Түйенің де сүтінің емдік қасиеттері өте көп, себебі олардың жоғары нәрлілігінде, одан басқа жаңағыдай қан диабетінің ауруларына емдеуге, туберкулезден емдеуге және инсулиннің үлкен көлемде кездесуі болып табылады. Осыларға дауа деп айтсақ болады. Түйенің сүтінің құрамындағы майдың көлемі жылқы сүтінен 3 есеге дейін құнарлы екен. Осындай мына керекті қажетті ақпараттарды естеріңізден шығармаңыздар. Адамзат бактерияларды тағамның өнеркәсібінде, оның ішінде ашымал сүт өнімдерін дайындауда кеңінен қолданылатынын біз білдік. Сүт қышқылы бактериялары сүттің құрамындағы қантпен қоректене отырып, сүт қышқылын түзеді. Ал оның әсерінен сүт ол қатыққа айналады, кілегейлі майлы айранға айналады. Соңғы уақытта тұтынушылар йогуртты жиі сатып ала бастады. Өздеріңіз жейтін шығарсыздар, йогурттардың түрлері бар. Яғни оны сіздер жеген кезде қалай таңдайсыздар? Құрамын бәрін мысалы қарайсыздар ма? Оның кейбір йогурттардың
құрамында адамның ағзасына зиянды заттар қазіргі кезде көптеп кездеседі. Сондықтан оны да таңдап, дұрыстап өзіңіздің ағзаңызға қажеттісін ғана пайдаланған жөн. Осы жаңағы кішкентай балаларға да жей береді, білесіздер, иә, йогурттарды. Бұл пайдалы ашымалы сүт өнімін көбінесе оның алуан түрлі жемісті дәмі үшін алады. Яғни клубничный деп айтамыз, иә, кез келген жемістерді қосады, соған байланысты адамдар таңдап жейді. Кез келген ашымалы сүт өнімінің басты пайдасы олардың құрамындағы микроорганизмдерді адамның ішегіндегі микрофлорасына қолайлы әсер етеді. Йогурттың пайдалы қасиеті ол баяғыдан белгілі. 1910 жылы биолог Мечников, яғни адамның өмірін ұзарту үшін ашымал сүттен жасалынған азық-түлікті қолдану керектігін, себебі олар ішектегі шіру процесін төмендететінін айтып кеткен болатын. Йогурт деген сөз ол түрік сөзінен енген, яғни қоюлатылған деген мағынаны білдіреді. Ол жоғары сапалы болуы керек. Йогурт бактерияларының дамуына кедергі келтіретін басқа қоспалар мен бактериялар болмауы қажет. Йогурт өндіру кезде болгар таяқшасы, термофильді стрептококка және бифидобактериялар, білесіздер, осылардан тұратынын біз білеміз, олардың құрамы. Йогурттың құрамында дәрумендерде бай, мысалы ретінде А витамині, В1, В2, С витамині, ПП витаминдері бар. Және олардың емдік қасиеттері және термиялық өңдеуден өткен тірі йогурттар, сондай-ақ емдік қасиеті жоқ термиялық өңдеуден өткен, бірақ жеміс-жидектер қосу арқылы бағалы дәрумендер мен микроэлементтерге қанықтырылған йогурттер болады. Сондықтан йогурт алудың екі әдісі болады. Олар біріншісі резервуарлы әдіс, екіншісі термостатты әдіс. Осы екі әдіс арқылы дайындайды. Йогурт өндіруде бірқатар технологиялық процестер жүзеге асады. Олар шикізат дайындау, буландыру, гемогенездеу, пастерлеу, ашыту, құю және орау сияқты. Мысалы ретінде өздеріңіз білесіздер, жаңағы йогурттардың, сүттердің сырттарында пастерленген деген сөз жазып тұрады. Міндетті түрде соны қолдануымыз қажет. Егер ол дегеніміз не деген сұрақ туындайтын болса, интернеттен қарап оқып алыңыздар. Пастеризованный, яғни пастерленген деген не? Неге оны қолдану керек? Енді келесі ол ірімшік өндіру. Ірімшік өндіру, яғни ол сыр, біздің күнделікті тұрмыста қолданатын, өздеріңіз жейсіздер, таңғы аста. Бұл да адамның, яғни рационында болатын тағамдардың бірі, себебі оның құрамында нәруыз көп, яғни жоғары калориялы өнім болып табылады. Бұның құрамында ағзаға жеңіл сіңірілетін құнарлы заттар бар. Өндіру технологиясына қарай осы ірімшіктерді біз екі топқа ажыратамыз. Олар біріншісі мәйекті және ашымал. Қазір келесі слайдта мына жерде суретін көріп алыңыздар. Мұнау бізде ашымал сыр, яғни ірімшік болып табылады. Осындай болып келеді, яғни сіздердің тұтынып жүргендеріңіз. Және де бұл одан басқа қатты және жұмсақ деп біз бөліп жатамыз. Осы ірімшіктер ашымал ферменттер қосылып ұйыту жолымен алынады. Ашымал ірімшіктер сүтте сүт қышқылды бактерияларынан ашыту арқылы өндіріледі. Ал қатты ірімшік сүзбе негізінде дайындалады. Ол сарысуынан бөлініп алынады да, жаңағы ірімшігі аппақ, ол жуылып және қатты сығып қояды оны. Содан соң бұл масса бастырылып қойылады, яғни жаңағы сарысуын алып тастаймыз, одан сайын бастырылған уақытта және бастырған заттың ауырлығына қарай ірімшіктің дәмділігі, сапасы да жоғары және құрылымы тығыз болады. Сондықтан жаңағы суы, сары суы соңына дейін шығарып тастау керек, бір сөз айтқанда. Жұмсақ ірімшікте қатты ірімшік сияқты ол да дайындалады, бірақ оның бастырылу мерзімі басқаша болып келеді. Олар ұзақ сақталмайды, себебі құрамындағы ылғалдылығы өте көп болып келеді. Ірімшік өндіру технологиясы ол да күрделі, яғни ферменттер мен микроорганизмдердің әрекетімен жүзеге асады бұларда, және олар бірнеше кезеңнен тұрады. Мысалы ретінде сүтті ұйытады, оны дайындайды, ірімшіктің дәнін өндіреді, қаптастырады, бастырады, тұздайды, пісіп жетілу және сақтау бар. Өте
күрделі процесс. Осы процестердің барлық кезеңдерінде қажетті төменгі температурада ұсталынады да ірімшіктің беткі қабатының бүтіндігін сақтау және ондағы зеңсіңірқылықтарының дамымауы үшін бетіне парафиннен тұратын қорғаныштық жабын жабады. Осы уақыт келгенде құрғақ майлықпен сүртіп отыру қажет дейді. Яғни кез келген жаңағы өнімді дайындаған кезде міндетті түрде оны қатаң бақылауда, яғни үлкен бір механизм, бір сөзбен айтсақ, барлығын құрамын жасау өте оңай емес. Ол ірімшік болсын, ол йогурт болсын, ол жаңағы шұбат болсын, қымыз болсын. Енді сіздер бүгінгі сабақта аз да болса мағлұмат алдыңыздар деген ойдамын. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, керекті ақпараттар болса. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.